TikTok ученицалар мен корпоративта қалай көңіл күйімізді көтердік. Ойын ойнауға 6 түрлі приз дайындадым. Бірінші приз осындай әдемі 2 кружка. 5 қыз ойынға шықты. Мен айтқан затты тез алып келіп, орындыққа отырып үлгеру керек. Көпшікті әкелмеген ойыннан шығады. Әр этапта қыздар азайып, соңында Фариза жеңді. Бірінші ойын өте қызықты өтті. Бірінші музыкальный перерыв, жарты сағат би билейміз. Келесі ойынға осындай кружка ойнатылады. Бұл жерде де көмекке орындық келеді. Бұл енді классика, билеп жүріп, бірінші отырып қалу. Бұл жерде жылдамдық маңызды. Сабағыма осы айда жаңадан қосылған 2 қыз қалды, ал пысықтауы жеңіске жетіп сыйлығын алды. Келесі музыкальная пауза, жарты сағаттық би. Үшінші ойында бірден 2 сыйлық беріледі. Осындай дәу бірдей кружка. Бұл ойында ведущийдің айтқан санымен шақтасу керек. Үлгермеген қыз сыртта қалады. Соңына дейін жетіп, Меруерт пен Диана сыйлық алды. Келесі музыкальная пауза. Декреттегі қыздар биді сағынып қалыпты. Тамақтануға отырғанда мафия ойынын бастады. Ұрылып, ұрысып, жаға жыртысып 1 сағат ойнадық. Келесі музыкальная пауза, тамаққа той болғаннан кейін калория жүгат етіп билеу. Келесі командалық ойын ойнағымыз келіп, 2-ке бөлініп, жеміс-жидектерді 2 тәрелкеге салып, қазір TikTokта хит болып жатқан ойынды ойнадық. Бұл жерде Сулифаның чемпионы болу керек. Тәрелкедегіні кім тез бітіреді, сол команда жеңеді. Біз жеңдік, жоқ, біз жеңдік деп қырылып, мәмлеге келе алмағасын музыкальная пауза жасадық. Соңғы 2 приз қалды, кружка мен ваза. Өзімізге ең қатты ұнағаны бұл молекула ойыны. Бұл жерде енді сатқындықтың түрі болады. Соңында Индира мен Гүлім қалып, жеңіске жетті. Келесі музыкальная пауза. TikTok сабағыма қатысып жатқан ученицаларым 99% декреттегі аналар. Өзімізге осылай корпоратив жасап, көңіл күйімізді бір көтеріп алдық.